Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan bir belgisiz tengsizliklar sistemasi temasini boshlaymiz. Bizga o'tgan savolimizda tengsizlikning, ya'ni birinchi bosqichi eng aqvoyi tengsizliklarni o'tib o'tdik. Durustmi? Ya'ni flashback qilib tashladik. Endi bugun so'ning ikkinchi bosqichini o'tamiz, ya'ni tengsizliklar sistemasi. Tengsizliklar sistemasi o'zi atdan kelib turibdi. Misol 4 joylarni o'tib beramiz. Eng aqvoyi birinchi joyda x ulkan 2, x ulkan 5 ni. Екі tengsizlik hisob berildi. So'ni ne qilyapti? Biriktirib sistema qilib, ikkovini ne qilyapti? Biriktirib o'tir. Bu qalay sinadi? Bu da yükün bir sızılmagan bir intervalga sızamiz. Boyma joylashtiramiz. Birinchi necha turadi? 2. Odan keyin necha turadi? 5. 2ning strelkasine qaraymiz. 2 qayerga yuradi? O'ngga qaray. So'dan flashback chiqarasiz. Deb nerda to'xtab qolmasin. Mana interval qayerga keyin boradi? Dakan safar suyerga. Ma'lummi? Keyin 5ning strelkasine qara, qayerga boradi o'g'lim? O'g'lim o'ngga deb üstüne chiqarasizda, jabsib qolmasin ikkovi. Katta jo'xorida o'tirsin. Yaxshimi? Deb siziq shart emasda. Сөйтіп теңсіздіктің мәнісі, bu yerda sistemaning мәнісі, теңсіздік sistemaning мәнісі екеуі біріккен жерде аласыз. Теңсіздік sistema біріктіріп тұрады. Екеуі біріктіргенше, екеуі бірге жүрген жер алынады да. Бірге жүріп қайда бастады? 5-тен бастады. 5-тен қайға баратырмыз? Шексіздікке дейін. 5-тің знагы үлкен, просто не емес, тиісті емес. Түсінік ма? Екінші, x кіші амасын 1, x кіші 5. Сызамыз. Бірінші неше тұрады? 1 кенен 5. 1 қайқа жүреме дейді? Шеп жаққа. 5 қайқа жүреме дейді? Олам шеп жаққа. Екеу қайырды жүрді? Бірде. Бұны оқыған кезде өзі интервал қалай оқылады дейді? Шептен оңға оқылады. Шеп, міне яқта, мен шексіздік кімге дейін барады? 1-ге дейін. 1-дің знагы ямаса болғанша тиісті. Түсінік ма? Шексіздіктер ешқашан тиісті болмайды. Кеңсі. X үлкен 2, x кіші 5. Бірінші неше тұрады? 2 кенен 5. 2 қайқа? Оң жаққа. 5 қайқа? Шеп жаққа міне. Екеуі бірікті қай жерде? Яғни 2 менен 5-тің арасында бірікті. Екеуі тиісті емес. Түсінік па? Екеуі ортасы деп айтылады да бұл. Кеңсі. X үлкен амастан 5, x кіші амастан 2. Бірінші 2 тұрады, кенен 5. 2 қайқа? Шеп жаққа. 5 қайқа? Оң жаққа. Қайда бірікті? Бірікпеді. Демек бірікпесе бұл бос көп қалады. Шешім емес деген сөзді. Түсінік па? Осы элементарный 4 жағдай бойынша сенеді. Енді мысалдар соларға. Мысалы есап берді. X кіші амастан 3, x үлкен -1 болса, мына теңсіздік системасы қанаттандырушы бүтін сандар неше дейді. Бұған әтібар бермейміз. Біріншіні білен затын істеп алайық. Бірінші неше тұрады? -1 кенен 3. -1 оң жаққа кетемін дейді. 3 шеп жаққа кетемін. Екі бірікті. -1-ден 3-ке дейін. -1 тиісті емес, 3 сорау бар ма осы жерде? Қандай? Яқ, нерде сорау бар ма? Нереге дейін келген жерде. Енді шартты орындаймыз. Бүтін сандар неше? Бүтін сандар қандай сандар кіреді? Оң сандарым кіреді, нөлем кіреді, теріс сандарым кіреді. Сол арасында санларды санап шығасыз. -1 бола ма? -1 не емес? Тиіс емес. Онда -1-ден кейін мына жақта не бар? 0 бар. Одан кейін 1 бар, 2 бар, 3-тің өзі тиісті. Сонымен неше? 4 бүтін сан бар. 4 деген жауап болады. Түсіндік па? Кеңсі. Есап берілген. Бұның ең үлкен бүтін шешім. Бұл шартқа әтібар бермейміз, бұны істеп аламыз бірінші. Теңдемеде қылып тұр, 8-ді өткізіп аламыз. -1 өтсе сразу 4 қылсам бола ма? Так, -3-ке бөлген кезде теңсіздіктің алтын қағидасы знак не қылады еді? X-ның алдында минус жоқ болу үшін минусқа көбейтіп бөлген кезде знак қарама-қарсы белгі өзгереді. Кіші -3-ке бөлсем -5 болады. Мына түсінбей қалдым жоқ па? Система қоямын. Бірінші неше тұрады? -5 тұрады. Кенен 4. -5 қайқа жүремен дейді? Шеп жаққа. 4 қайқа? Шеп жаққа. Оқиман? Міне яқта оқиман. Мен шексіздіктен -5-ке дейін. Бұл жерде өзі не сұралады әдетте? Өткен сабақта өттік. Ең кіші жоқ бұл жақта. Дұрыс па? Өзі шартам сол. Ең үлкен бүтін шешім. -5-тің өзіне алайын десем, бірақ ол не емес? Онда міне анда неше? -6 болады. -4 не жақтаға қойды. Түсінік ма? Кеңсі. Есап берілді. Ең үлкен бүтін ең кіші бүтін шешімдер қосылысы. Ол шарт емес, бірінші нәрсе істеп алайық. Сол есапта көп адам қиналады, яғни қосып алып арифметикада есаплауда қиналады. Сол жерде әдетте қате кетіп қалсаңыз, сіздер не қылады? Жауаптан қателестіреді. Сол үшін берілген затты жақсы внимательно істеуге әрекет етеміз. Көбейтеміз. 5x плюс 5 минус x тұра берсін. Асықпаң, еш асықпаң. Bir қатар жазумен деп ошибка істеп қоясыз. 4x плюс 4 минус 4 кіші амастан көбейтеміз. 4x плюс 2 кені минус x.
Так, x'dan bir жақ жинаймыз. Мынау не болады? 4x. Мынау бермен қарай минус 2x өтті дейм ма? Үлкен 2 плюс 5 бермен қарай минус 5. 4x тұра береді. Мына 4x'ni x'ті алсам 3x бермен қарай минус 3x. Кіші ямастың 2 4 мен 4 қысқарып кетеді. Дұрыс па? 4x'тен 2x'ті алсам 2x үлкен молодец минус 3. Но x кіші ямастың 2. Так, x үлкен 2-ге бөлсем минус 1,5 десем бола ма? X кіші ямастың 2 тұра берді. Еріп жүре берсін система. Сіз заман бірінші минус 1,5 тұрады кенен минус 1,5 стрелка 10-ға 2 шепке. Оқиман минус 1,5-нан 2. Минус 1,5 тиісті емес, 2 тиісті. Енді сол жерде ең үлкені неше? 2-нің өзіне тиісті. Ең кішкентай неше? Минус 1,5 деген ол бүтін емес. Сол үшін минус 1. Минус 1 екеуі не қылды? Қос. Қоста неше болады? 2-ге минус 1-ді қоссаң 1 болады ғой. Түсінікті ма? Түсінікті ба? 1,5 дегеннің өзі тиісті болғанда да ала алмайсыз. Ол бүтін шешім емес. Кейін мысал минус 7 кіші 2x плюс 3 кіші ямастың 1. Бұл әдетте не деп айтылады? Неге жазып қойған? Қос теңсіздік деп айтылады. 2 теңсіздік тұрған үшін, 2 знак тұрған үшін қос теңсіздік деп айтылады. Осы қос теңсіздікті шешің дейді. Бұл қос теңсіздік қалай шешіледі? Әдетте бұны қараң, махинация ұсылы мынадай. Бірінші, мына 11 деген жауап тұрамын деп. Бола ма? Сөйтіп көріп тұрған затын жазамыз солайынша. Не көрінеді? Минус 7 кіші 2x плюс 3 емес пе? Екінші бер жағын жауабы, минус 7 жауабы. Кім көрінді? Соны астына жазама 2x плюс 3 кіші емес тең 11. Сөйтіп система қоймын. Түсінікті ма? Міне жауабын жаздым, бер жағын жауабын жаздым, сөйтіп система қылып жүрдім. Сөйтіп жаңа істеп жатқан затымыз точно көшіріп сәт өзгермеді. Так, енді істейміз 2x мияқа минус 2x минус 7 плюс 7 2x кіші ямастың 11 минус 3 өтті ма? Минус 2x кіші 10 2x кіші ямастың 8. Минус 2-ге бөлгенге знак не қылады? Үлкен минус 5 болады. Минус 2-ге бөліп атыз ғой. Ана x кіші ямастың 2-ге бөлсем 4. Енді заман бірінші минус 5 кенен 4. Минус 5 оң жаққа 4 шеп жаққа. Минус 5 пен 4. Минус 5 тиісіміз 4 тиіс. Бұны девам жазып береді. Қараң. Минус 5 x кіші ямастың 4. Мына жазып қойған болуы мүмкін жауап. Мынау созат. Екеуінің арасы деген сөз ғой. Минус 5 тиісі емес, знагы, мынау тиісті. X суаралықта деген сөзді. Түсінік ма? Түсінік болса жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі темамыз бүгінгі өтілетін квадрат теңсіздіктер. Жаңа қос теңсіздік өткен болсақ, енді квадрат теңсіздіктерді өтеміз. Квадрат теңсіздік, квадрат функцияның өзі кім еді? Толық квадрат теңдемелер, мысал үшін. ax квадрат плюс bx плюс c. Дұрыс па? Бұны теңсіздікте сызған кезде бұның сызылмасы парабола болады деп айтамыз. Парабола. Параболаны ескендер бар, ескпегендер бар. Бұл не болады десе, мысал үшін қараң, ax квадрат плюс bx плюс c-дан теңдеме шешімден неше шығады? x1, x2 шығады. Әдетте екі шешім шығады. Дұрыс па? Постоянно емес, енді әдетте. Біздерде екі шешім шығады деп ойлайық. Бұның сызылмасы, егер a x квадраттың алдына қараймыз, x квадраттың алды a 10 сан болса, плюс 0-ден үлкен болса, міне. 10 сан деген 0-ден үлкен. Дұрыс па? 0-ден үлкен болса, парабола мынадай болады. Оң жақтан келеді, әдетте төменнен ешқашан сызбаймыз. Жоғарыдан келеміз та, деп, мына екі точкадан өтеміз, міне. Парабола мынадай болады. Яғни біздердікілер қазан десеңсің болады. Сызылмасы қазан болады. Қазан ғой, қазан ұқсамай ма? Түсінесіз ба? Егер a 0-ден кіші болса, егер x квадраттың алды теріс сан болса, ол кезде кәдімгі қазан төменнен келеді ол кезде. Яғни қазан оттак емес, наоборот болады. Яғни төменнен келеді. Төңкеріліп келеді. Настроение жоқ болса дегенде. Түсінесіз ба? Демек, үлкен 0-ден болса, x квадраттың алды қарайды екенбіз, қазан жоғарыдан келеді. Егер теріс болса, 0-ден кіші болса, қазан төменнен келеді. Сол екі точкадан өтеді. Түсінесіз ба? Екі шешімнен. Енді біздерде және бір түсініктер бар. Егер үлкен ямаса тең деген знаклар келсе, белгілер келсе, үсті боялады қазанның. Үсті асты деген сөз мынадай түсіндіреміз. Қараң. Үсті болса, міне, қазан мынадай пісілген тағдырда астын жауып тастаймын интервал міне. Үсті боялатын жер қайер боялады десе, мына жерлер боялады міне. Яғни боялғанда, мысал үшін, тұйықланған шекара боялады әдетте. Тұйықланған шекара деген, мысалы, деп давам етсе ізін өтеміз, мынадай давам ететін затлар бар деп. Мынадай тұйықланған шекара, мынаяқлар хауаға кетіп қалады. Ал мына сызылмада үсті боялады десе, сол астын жауыз үсті боялады десе. Қайер? Көріп тұрыпты өзі.
яғни тау боялады, дұрыс па? Бір зат шекара боялады да бұған. Мына жақларда боялатын жер жоқ. Мысалы үшін кіші, ямаса кіші ямасы тең болса, асты боялады. Асты боялу үшін не қыламыз біздер енді наоборот? Үстін жауамыз. Үстін жауып тастадым. Сызылма мынада болып келді. Үстін жауып тастадым. Қай жер боялады? Астында көрініп тұрды міне. Қазанның іші боялады деп айтылады ямасы. Ал бұда мынада болып келсе қазан, яғни екі қаптал деп айтсам бола береді. Түсінікті ма? Енді бұлар практикада істейміз. Қараң. Бұл сіздерге шпаргалка. Мысалы, бірінші мысал бердік. X квадрат минус 9 үлкен 0. Бұны істеген кезде әдетте мынадай қылып істейміз. Қараң. Ең бірінші не қыламыз десе, ертең сұраймын. 0-ге теңеп аламыз. 0-ге теңейміз. 0-ге теңейміз. Мынадай істеуге болмайды. Қараң. X квадрат мына жаққа шығарып үлкен 9. Сөйтіп не мынадай затлар болса, үлкен плюс минус 3 болады десеңіз, мынау ұлыма жоқ зат мынадай зат. Түсінесіз ба? Бұл қате грубий зат. Бұны басқа дәптерлерде көрсеңіз болады. Шұғылданып жатқан, үстіне теңсіздік істеп жатқан. Мынадай жазуға негізі болмайды. Обязательно квадрат теңдеме шықты ма? Бұны не қылып аламыз? Әдетте 0-ге теңейміз. 0-ге теңейміз. Знактың таста x квадрат минус 9 тең 0. X квадрат тең 9, x тең плюс минус 3. Соны бойма қоямыз. Бірінші минус 3 кенен 3 тұрмай ма? Енді темаға айтамыз. Енді сызған кезде баяғы есаптың берілгені ма? Берілгенде x квадраттың алды қандай? Плюс болса, онда қазан қаяқтан келеді? Екіншіден сызылмасы қандай болады десе, қазан парабола болады деп айтасыз. Не үшін парабола десе, x квадрат. Бағана құры x формаларда тек флажок сызып отырдық қой. Түсінесіз ба? Әр функцияның өзінің сызылмасы болады. X квадрат болды ма, демек сызылма парабола. Парабола жоғарыдан келді. Шақасы не үшін десе, x квадраттың алды плюс. Плюс. И знакқа қарайсыз. Знак үлкен. Үлкен болса қайға қойылады дедік? Не? Үсті қойылады. Үсті десе асты жоқ тастады не? Үсті екі қаптал емес пе? Оқыған кезде шепте 10-ға. Мына не еді? Минус шексіліктен минус 3-ге дейін 3-тен плюс шексілік 3-тен шексілікке кетіп барады. Мынау не зат десе, екі әтпет біріктіру үшін. Бір кет деген сөз. Әлей. Мынау түсінікті ма? Кейінгі есап берілді. Не қыламыз? Сау. Бірінші 0-ге тең боламыз. Алтын қалады. Мынадай түсеге болмайды. Мынадай айтып, істеп жауап шығарып қояды адамдар. Қайран боласың. Қараң. X плюс 1 кіші ямасы тең 0, сөйтіп x минус 3 кіші ямасы тең 0 дейді. Сөйтіп дейді. Мынадай затлар істейді. Сөйтіп кіші ямасы тең минус 1 дейді, кіші ямасы тең 3 дейді. Сөйтіп минус 1 қояды, 3 қояды. Сөйтіп мынадай қылады да, сөйтіп жауап шығарады. Жауап шығып тұрған болады. Ал мынадай бола ма сызылмасы бұның? Ондай болмайды. Екіншіден мына екеуі қайқа кетіп алады? Шеп жаққа. Осындай затларды сұрап көрсеңіз болады да. Мынау қате зат. Себебі мына x пен x-ті өтсек, x квадрат бұл уже x квадраттың сызылмасы парабола болады. Параболаны шығарғанда әдетте не қыламыз біздер? 0-ге теңейміз. Яғни x плюс әрбір көбейтушіні 0-ге теңейміз. Знактың қызықпаймыз пока. X тең минус 1, x тең 3. Бірінші минус 1 кенен 3-ті қоямыз. Енді x-тердің алдына қарасақ плюсті өтсем плюс болады бәрібір. Плюс болса, жоғарыдан келе береміз не? Кішкентай болса, асты бояу үшін үстін жауып тастаймын. Қолым жетпей отыр. Қайыр? Көрініп тұр ма? Асты болады не? Яғни бұл минус 1 мен 3-тің арасы. Екеуі не болады? Соңа тәуірлі болын. Ямаса болса, автомат қарып болады. Тиісті болады. Түсінесіз ба? Кейінгісі. X квадрат минус 5x плюс 6 үлкен ямасы тең 0. Не қыламыз? Молодец. 0-ге теңейміз. Ядлап алдық уже. Бір қағиданың өзі үлкен зат шешетін. Сөйтіп не қыламыз? Бұны қалай шешен едік? x1 x2-ні табамыз. Дискриминантты x1 2 шығады, x2 3 шығады. Қате тауын ба? Дұрыс тауын. Соны боймай қойғаным. 2 менен 3. Қаяқтан келеміз? X квадраттың алдына қараң. Плюс жоғарыдан келе береміз. Үлкен болса қаяғы? Үсті. Үсті деген екі қапталыны. Оқиман? Мен шексіліктен 2-ге дейін 2 тиісілі 3-тен сұрау бар ма? Үсен апсыз. Я мен сол үшін тынып алдым да именно. Түшкіргім кетті. Неде кеп қалды да сол не? Соңыз күшен қайтем нерген кеп қалдым ебді. Демек давам етеміз. Кейін мысалымыз. 4-ші мысал. Не қыламыз? 0-ге тең боламыз. X минус 3 тең 0. X плюс 1 тең 0. Сөйде сұрау болуы мүмкін. Бөлшектің астын 0-ге теңейміз бе деп. 0-ге бұл просто жолы бұл. 0-ге тең болады деген сөз емес бұл именно. Түсінесіз ба? Әзір айтамын оны. X тең 3 болады, X тең минус 1 болады. Минус 1 менен 3. X тең алып плюс, онда жоғарыдан келе беремен. Кіші болса қаяғы? Асты. Оқиман? Минус 1-ден 3-ге дейін. Бөлшектің бөлімі болған үшін минус 1. Ямаса болса да ол не болады? Тиісілі емес болады. Ал 3 не болады? Тиісілі болады.
Mine -1 tiyisli emas. -1 qo'ya olmaysan degan so'z da. -1 qo'ysang sen ne bo'lib ketadi? So'ng shunda -1 skobkasi prostoyda. Tushundingmi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi misolimiz -x kvadrat + 16 ulkan 0. Ne qilamiz? 0 ga tengmiz. -x kvadrat + 16 teng 0. -x kvadrat teng -16, minusga o'chiramiz. +16. X teng +- birinchi -4, keyin +4. Сөйт. Belgini yurib boramiz. Belgini borsak x kvadrat qoldi minus. Minus bo'lsa qazon ne qiladi dedik? To'madan kelib mana ikki tochkaga o'tamiz. Znagi ulkan. Ulkan bo'lsa qayerga qo'yiladi? Usti. Usti mana ko'rinib turibdi o'zi. Tushundingmi? Unda javob -4 dan kim tushunmaydi? Keyin misol. Berildi teng nima? Ne qilamiz? 0 ga tengmiz. X kvadrat minus 9 teng 0, 1 minus x teng 0. Budan x kvadrat teng 9 bo'lib, x teng plus minus 3. Nadan minus x teng minus 1 bo'ladi, x teng 1 maymi? Birinchi ishi minus 3 keyin 1 keyin 3 turmaymi? Ha, 3 toshka bo'lib ketdi o'zi. Yani yo'q, nega 5 toshka bo'lmaydi? Qaraymiz. X larning oldini qarang birinchi. X kvadrat plus x minus qo'ysa nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Minus bo'lsa qayerdan kelamiz? To'mindan kelib dalchi davom etaversin, na toshkadan o'tasan deb. Yana bo'lsa deb ketaversin, ya balna bo'lib. Tushundingizmi? Imikdan ketaverishlar deb o'tibdi. Tak, kishi bo'lsa qayerga? Asli bo'ya uchun yeridan olib turib, qarang, usti job sistemini. Endi ko'rinadi zato. Mana keyin nima bor? Tushundingmi? Tak, o'qiyman. -3 dan 1 ga deyin. -3 ham plus barini kvadratni. Keyin 3 dan +3 qo'y. Shekslib keyin. Tushundingmi? Keyingisi sizlarga kerak qoidalar yodlab olasiz buni. Ne qilamiz? Hisob berildi. 0 ga tengmiz. X kvadrat + 16 teng 0. X kvadrat teng -16. Bu ne? Soni suvni ko'rib yetingni sheshmaydigini buni sразу boskölp deb aytib ketuga bo'lmaydi. Imini tengsizlikda. Tenglimay bo'lganda boskölp bo'ladi edi. Bu bizda znak bor-da, siz. Shunday joyda duch kelib qolsangiz, kvadratsa minusga teng bo'lib qolsa, yo ko'rinishi minusdan bo'lib qolsa, sразу boskölp deb asqmang. Bu yerda yana bir qoida. Ikkinchi qoida. Berilganini hisobga berilgan. 0 da farq qo'y bo'ldi. Endi 0 degan san qo'laydi-da bizlarga. 0 da masalan aparsansa bo'ladi. 1 x o'rni. X o'rni 0 qo'y. 0 plus 16. 16 0 dan ulkan bo'ladimi? Znak durust turibmi? Belgi durust tursa, onda x tiyisli n. Ya'ni javob minus xlik plus xlik bo'ladi. Qaragansan, ya bunov, ya bunov. Tushundingizmi? Boskop desangiz, o'sha qat'iy ko'rsatadi misol. Ammo hisobda misol ne qilamiz bu hisobda? 0 ga teng olamiz. X var plus x plus 2 teng. Süt x plus topamiz. Minus 1 plus minus 1 minus 4 ko'ytu 2. Qullasi ne bo'ladi? Ko'rinishi minus chiqadi. Ko'rinishi minus chiqsa boskopga asqmaymiz. Ne qilamiz dedik? Berilganni 0 da farq qo'yamiz. X o'rniga 0 qo'y, 0 2. 2 kishi bo'ladimi 0 dan? Znak qat'iy turibdi. Onda ne bo'ladi? Onda yozaversangiz bo'ladi boskopga. Tushundingizmi? Sonday joyda kelsa, tengsizlikda deb qani. Tenglimada uraverasiz boskop deb. Tengsizlikda znak shisha tamizatdi. Znak durust turibdi, qat'iy turibdi. Tushundingizmi? Demak, davom etamiz. Keyingi temamiz, demak, tengsizlikning 4-bosqichi, 4-temasi deb tushunsak bo'ladi. Birinchi biz prostoy tengsizliklarni ko'rdik, keyin qos tengsizlik ko'rdik, odan keyin parabola ko'rdik, odan keyin 4-bosqichi. Bunda tengsizliklarda bir ne bor? Darajalari jup bo'lsa, taq bo'lsa degan zotlar bor-da. Misol uchun bunda hisob berildi. Misol, primerim bu. Misol bu hisob berilganda birinchi ne qiladi dedik, rassan 0 ga teng olamiz. A teng 1, A teng 2. Qolaylik bo'lish uchun sonlarni suyt buzib chiqdik. A teng 4, A teng 5. Suyt ne qilamiz? Bo'yma-bo'y qo'yib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Problemimiz yo'q. So 5 tochkadan o'tkazish uchun birinchi znak parabola jo'xoridan kelma, to'mindan kelma, 10 bo'lish uchun belgilarni qarab chiqamiz. Plus ko. Onda jo'xoridan kelaveramiz. Jo'xoridan kelib turib 5 da to'xtayman. Endi agar darajam nerda temani tushunadi, darajamiz taq bo'lsa, o'tadi. Ya'ni sinmaydi deb aytiladi. O'tadi degan so'z yo'lni ne qilaveradi? Parabola davom etaveradi. Agar daraja jup bo'lsa, o'tmaydi. Ya'ni u sinat suyga ortib, navorot yoqqa ketadi-da. Bar degan joyga bormay, yo'lni olib, navorot yoqqa ketadi. Misol uchun qarang, bu yerda 5 degan sonning darajasini yig'ib boramiz. Necha bo'l? 101. Taq bo'l. Taq bo'lsa ne qiladi dedik? So yo'l davom etaveradi. Ya'ni deb dalcha kimga boramiz? 4 ga boramiz. 4 ning darajasi jup bo'lsa, so'l yo'l davom etmaydi. Navorot sinib ketadi.
Kenin 3. 3'ke baramız. Derece tak öte beremiz. Kenin 2 derecesi 10 jup ne kılады? Deyip ketpeydi de naborot ketedi. Kenin 1 bolsa tak dälç ketedi. Tushundingiz ba? Tak bolsa sınbaydı dedi. Ne tinglap otursun bilmedim. Tak, eğer bölüşü nölden ulken bolsa kaya koyuladi dedik. Ne üstüne koyuladi jerleri. Kenin ne? Durus ba? Okuymiz cevaplar. 1'den 2'ye deyin. 2'den 3'ke deyin. 5'ten şeksizlikке deyin. Tushundikmi? Tap so hesapta bizler mına ahvalda bergenmiz. Kishi emas signal. Bir ko'rib ketdik. Sразу tayyor. 1 2 3 4 5. Kelime jo'qardan 5'ten yig'laman. O'tamen. Nas jo'qardan zamanda xullas duruspa? Ne? So'ng qayam bo'yaman? Ast. Tömeni qani? Başqa barmı? Ne var? Duruspa? O'qiyman. Men sheksizlikdan 1ga deyin. 1 ne bo'ladi? Keyin 3'ten 4'ke deyin. Keyin 4'ten 5'ke deyin. Quloqlaringiz qaltin sirg'a. Eğer yamasa degan znaklar bor bo'lsa, iki qoida bor. Yamasa tiyisli znagi bor bo'lsa, skoklar kvadrat bo'ladi. Ikkinchidan bizlar aytdik 3'ten 4'ke 4'ten 5'ke deb o'qigan ne bo'ladi dedik? Yat bo'ladi. 3'ten prям nechega deyin? 5'ke deyin deb o'qimiz kerak. Siz 4 baribir ishinde bar tiyisli. Tushundingmi? Ikkinchi qoida. Agar yamasasi bar hisoblar bo'lsa, kitta e'tibor olib ketasiz. Bularda naday javob bo'ladi. Ya'ni bu jalg'iz sheshim degan so'z. Qachon jalg'iz sheshim bo'ladi? Agar bir sonning ikki tarafı ham bo'ya olmay qolsa, sol jalg'iz sheshim bo'ladi. Bir sonning ikki tarafı ham bo'ya olmasa. Siz nima qaraymiz? Qaysi sonning ikki tarafı ham bo'ya olmay turibdi? 2 degan sonning imini. Ikki tarafı ham bo'ya olmay turibdi. Onda mananing izni nan aldına men sheksizlikdan 1ga deyin bo'ladi. Keyin buni, keyin izni jalg'iz sheshim necha bo'ladi? 2. Nega o'yib olamiz desa, sen 2ni bergini olib qo'ysang, 2ni 2ni olsang ne bo'ladi? Nan bari 0 ga aylanmaymi? 0 yamasa teng 0. Nega misol ne hesapda misol nechini ola olmaymiz? 4 ni nega ola olmaymiz? Jalg'iz sheshimda. Buda yamasa yo'q. Sen 4 olib qo'ysang 0 bo'ladi, 0 ulkan 0 bo'lmaydi u hech qachon. So'ng uchun yamasasi bar hesaplarda kitta e'tibor qaratib ketasiz. Bir sonning ikki tarafini bo'ya olmay tursa, jalg'iz sheshim tek bir son emas, ikki son bo'lishi mumkin jalg'iz sheshim. Tushundingmi? Обязательно o'zadi. Bo'ladi. Yamasa 2 jurak şey qo'ysang bo'ladi. Tushundingmi? Javobni qaytib berib olasiz. Misol yana bir hisobni. X kvadrat naday kishi emas. 0 ham, ne qilamiz? 0 ekamiz. X teng 0. X teng nadan ne chiqadi? 1 men -1 desam bo'ladimi? Imnadan -1. 0 ga teng bo'la berasiz. Сөйтіп siz birinchi -1, keyin 0, keyin 1 emasmi? Bizda qarang, qayoqdan kelamiz? Plus jo'xardan kelamiz. E'tibor bersak, -1 necha bo'lib turibdi? 2 bo'lib turibdi. 2 degan so'z уже ne? Jup degan so'zda. Demak, -1 dan yig'lasan degan so'z sinasang. 1 ga keldim, 1 dan yig'laman. Misol tushunmasangiz nima deb jayib qo'ysangiz bo'ladi. X -1, x plus 1. Darajasi ne? Daraja yozilmasa ol taq 1 da daraja. Yozilmagan daraja 1 bo'lmaymi? Ol taq. Yig'lab berasiz 1 da o'tasiz. 0 da ne? 0 ga ne chiqdi? Onun derecesi jup. Ona ne yig'lasiz? Daraja ketmaysiz sinasiz. -1 derecesi. -1 jani necha o'tadi ja? 2. 2 bo'lsa sinasing daraja. Qayog'i? Kichkina emas teng. Soni o'zgartib yuring-da. Ulkan emas teng qo'ying. Onda qayog'i? Jo'xarisi qayer? Aha. 1dan 1 teysimi emasmi? 10 ni uchun teysimi emasmi deb bo'lshak bor. Bo'lshakning oldinda tursa teysli bo'ladi, bo'limda tursa teysli emas bo'ladi. Bir jo'xardan chiqib o'tib teysli. Jalg'iz sheshim bormi? 1 emas 2 son bor desa, -1 menen 0, 2 shetan bo'yalib o'tiradi. -1 biroq jalg'iz sheshim bo'lmaydi. Sen qayerda turibdi ol? Bo'lim. Sen -1 da olib qo'ysang bo'lshakning bo'limi ne bo'lib qoladi? Biroq 0 ning o'zi jalg'iz sheshim bo'la oladi. Sababi 0 qo'ysang 0 jo'xarda, oldinda joylashgan. Tushundingmi? Qayer so'rab? Yozib olamiz. Demek devam etamiz. Keyin misolimiz qaraymiz. Yig'lamiz. Berilgan hisob bo'lsa 0 ga teng olamiz. X teng 6, x teng 7, x teng -2. Sams. Birinchi -2, 6, 7. Qayerdan kelaman? Ne uchun to'mondan kelaman? Ne uchun to'mondan kelaman? Sababi x ning oldi -7 deyapti.
Diqqat. Ay sağ ol. E'tibor bering. Plus minus bo'lsa siz sразу төмен kelasiz, o qate bo'ladi. Siz minusning darajasi qanday? Yo'q, o bari nega aylantiradi? Misol uchun qarang, x minus 1 ning kvadrati deganda men 1 minus x ning kvadrati deb yozsam bo'ladimi? Kvadrat bari minus ne qiladi? Na minus aylantirgan кезде minus chiqaru kerak aldida. Biroq kvadrat bo'lsa jutib ketaveradi dedi-ku kichkina kezimizda. So'ng uchun menda e'tibor bering, daraja ega taq bo'lganda minus bo'lib hisoblanadi dedi. Сөйтіп алжастырады кішкентай, түсінік ма? Тек e'tibor bersangiz, аржа тартып кете бересіз. Демек, бәрі плюс болып жоғарыдан келе береміз. Жоғарыдан келеміз. 7. Жұп дәреже сынады. 6. Тақ дәреже өтеді. Минус 2. Тақпа жұп па? Все, дәреже 1 деген сөз. Давам етесің. Үлкен. Оқиман. Минус 8-тен. Минус 2. Минус 2. Все, бөлімінде жаласқан. 6-дан 7-ге дейін тиісілі тойыс бәрі. Жоғарыда ғой. 7-ден бұл не болады? Бұны негізі прямо 6-дан шексілікке дейін деп жазуымыз керек. Себебі қате болып сақланады. Ішінде бар да себебі. Түсінікті ма? Дальше. Есап берілді. Әдетте теңлемеде не қылады едік? Ұлма өлмей жүреміз. Дұрыс па? Ал құлақларыңызға және бір алтын сырға теңлемеде ұлма өлмей жүріп астын тасып кете береді қой. Ал теңсіздікте ұлма бөлім берген кезде астын тасып кетуге хақыңыз жоқ. Теңсіздікте x араласса, бөлімі сан болса тасып кете бересіз. X араласса тасып кетуге хақыңыз жоқ. Соң үшін берме алып өтесіз. Сөйтіп не қыласыз? Ұлма бөлім бересіз. Сөйтіп жазамыз 3 минус x плюс 2 май ма? Сөйтіп бөлім жүре береді. Бөлімі қап кетсе есап қате болады шығарғаныз. Так. Есаплап алайын 5 минус x минус 2 кіші нөл емес пе? Енді не қыламыз? Нөлге тейміз. Құлас x-тен 5, x-тен 2. Бұның сызылмасы не болады еді? Парабола болады. 12-ші темада кешесіздеріңіз. Дұрыс па? Яғни, қаяқтан келеді? 2-ні көйтсе минус. Минус болса, қазан төменен келеді. Дұрыс па? Кіші болса? Ендегі де ортасын бөйеміз. Оқимыз. Минус 8-тен 2-ге дейін, 5-тен сорау. Дәлші давам етеміз. Не қыламыз дедік? Бермін қарай алып өтіп, ұлма өлім береміз. X квадрат плюс 1, минус 2, сөйтіп x квадрат плюс 1-ден береміз. Дұрыс па? Көбейт. X квадрат плюс 6x минус 7, минус 2x квадрат минус 2. Бөлім тасып кетуге болмайды. Ал жесе минус x квадрат плюс 6x минус 9. X квадрат плюс 1. Так, минусқа көйт жүрсеңіз сан болады. Минусқа көйтсеңіз бірақ не қылады? X квадрат минус 6x плюс 9 көттей ма? Бөлім тұра береді. Бұл x минус 3-тің квадратын бермей ма? Сөйтіп не қыламыз? Арқайсы нөлі тейміз. Нөлі тейсі x-сен 3. Бөліміне не қымайды? Шықпайды. X квадрат минус 1 қалады. Бұл ерде бұны 10 сан деп тасып кете береді. Зиян жоқ. Ешқандай тәсірі жоқ сілерге. Теріс самағанда тек төменен келеді, жоғарыдан келеді тәсір етеді. Минусқа көйт знакты өзгертпей қаппыз ғой неде? Айтпайсыз ба? Мынандай. Минусқа көйтсек знак өзгереді ғой, дұрыс па? Демек, қазан жоғарыдан келіп бір точка бойынша тиіп қайтады. Үлкен болса 2 шеті. Оқиман? Минус шексіліктен 3-ге дейін, 3-тен шексіліктен. Бұны сразу минус шексілік, плюс шексілік деп жазамыз. Түсінікті ма? Қалеген сан болып кетті растан. Дым көліңіз толмаса бар, теңсіздіктің бір жақсы жері мінерден любой бір сан алып, ең қолайлы сан 0. 0-ді берілген апарып тексерейік. 0, 0, минус 7 ма? Бөлінген 0-ді қойсаң 1. Кішеместен 2. Дұрыс шыға ма? Минус 7 2-ні кішкентай ма? Нердің 0-ді емес, басқа санларды қойып тексеріп көрсеңсің, ана знак не қылады? Қанатылады. Демек, шешімің сен дұрыс ямаса қате екенін білу үшін не қылсақ болады екен, сол шыққан шешімінен любой жерден, мысалы үшін бағаным мынадай шешімнен шықты. Мен шешіліктен 2-ге дейін, 5-тен шешілікке дейін деген не? Мысалы, мынаның арасында неше бар? 3 бар. Сол 3 деген шешімнен берілгені апарып қойсам қанаттандыра ма? Қанаттандырып. Мысалы, неде 3 деген арасында шешім жоқ. Біздерде ол аралыққа тиісті емес. Демек, сол 3 деген шешім наяққа қойған кезде не қылмау керек? Қанаттандырмау керек. Сол көрейік деп отпын да. 3-ті қойып көр, мысалы үшін. 3-ті қойсаң 1, кіші 1. 3 кішкентай бола ма бірден? Көрдіңіз ба? Қанаттандырмайды, соның үшін жауапта жоқ та ол. 5-тің міне ағынан бір 10-ды қойып көр, міне ағынан 0-ді қойып көр, қанаттандырады гарантия. Сенбесеңіз, мына жақта 0-ді алайық. 0-ді қойып көр, 3 бөлінген минус 2, кіші 1. Дұрыс па? Минустан кішкентай болады бірден.
Теңсіздіктің бір жақсы жері жоқтан тез пайдалансаңыз болады. Түсінікті ма? Түсінікті болса жазып аламыз. Темамыз осы жерде жұмбақталады. Теңіз сабақтарда көріскенше.